Абайдың 30-шы қара сөзі. Қырқын мінсе қыр артылмайтындығын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді, кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы жоқ, арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой Тәңір-ай, қойшәрі, кімнен кім артық дейсің, кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүр ме? Мен онан сауын сауып отырман ба? Деп бұлғақтап немесе аяғаным жаным ба? Өй енесін ұрайын, өліп кетпей не керек? Азар болса атылып я сол үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма деп құлшылдайтындығын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойынша лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтындығын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді-ау, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөзі бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да қайратымен ақ айдындыратындығын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтындығын дарақы жұртты осы сөзімен айдындырамын, мына кәпірден кісі шошитындығын екен дегізіп айдындырамын деп айтып отырған құр домбытпасы болып босқа қоқиып отырса, онысын не дейміз? Ай Құдай-ай, жанға мырзалық қылатындығын, ердің жадағайдай-ақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниенің бір тиынын есеп көрмейтіндығын жомарттығы, әр түрлі белгісі бойынша тұрмас па еді? Ұялмас бетке талмас жақ береді деп көп былжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.